Армысыздар жиналған қауым. Бүгін қылмыстық іс жүргізу пәнінен өтетін ашық семинар сабағымыздың тақырыбы экономика сот ісін жүргізу, экономикалық қызмет саласындағы қылмыстарды қудалаушы іске асырудың құқықтық негіздері туралы қарайтын боламыз. Бүгін біздің сабағымыздың мақсаты қылмыстық құқық, қылмыстық іс жүргізу құқығы, азаматтық құқық, азаматтық іс жүргізу құқығы, конституциялық құқықтарды саралау негіздерінен алған білімдерімізге сүйене отырып, қылмыстық әрекеттерді заң талаптарына сай саралауға үйрету. Сонымен қоса, осы атап өткен пәндер бойынша кодекстермен жұмыс жасауға дағдыландыру. Сондай-ақ қазіргі қылмыстық әрекеттерді саралау кезінде сіздер тиісті заң актілерін, заң нормаларын қолдана отырып, олар бәсекеге түскен заң нормаларын, тиісті заң нормаларын қабылдап, соларды қолдануға үйрету. Енді баршамызға мәлім, Қазақстан егемендігін алып, тәуелсіздік тұғырынан көтерілгелі бірталай уақыт өтті. Еліміз өсер елдің ұрпағы қазіргі таңда еліміздің экономикасын көтеруде. Алыс жақын іргелес мемлекеттермен, шет мемлекеттермен біз үлкен мемлекеттердің қатарына қосылдық. Бұл әрине біздің егемендігіміздің, тәуелсіздігіміздің белгісі екенін баршамызға мәлім. Алайда біздің жанымызды жадыратар, тебірентер, толғандырар мәселелер бар екенін біз оны әлі де жасырып қала алмаймыз. Соның бірі ол сыбайлас жемқорлық. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс ретінде саяси дамуына қарамастан барлық алыс жақын шет мемлекеттерде бар екенін біз білеміз. Сондықтан осы сыбайлас жемқорлықты біздің сабағымызда бір көрінісін тақырып етіп алып, балаларды шет мемлекеттерге сату мәселесін қойып отырмыз. Сатып пайда көру мәселесін қойып отырмыз. Енді бұл мәселе қазіргі таңда өте өзекті екені бәрімізге белгілі. Сондықтан шет мемлекеттерге бала сатып пайда көру көзіне айналдырып отыру біздің жанымызды қатты тебірентеді. Ертеде ата-бабаларымыз жетімді жат елге бермек түгілі жесірін де, жетімін де ешқайда жібермей өз орталарында өсіріп қамқор болған. Сөйтіп, елдің аузына алауыздықты тиіп отырған. Ал қазір қарагөз балаларды ата-аналары тастап кеткеннен кейін мемлекеттік балалар үйіне тапсырамыз. Тапсырып, сол жақтағы мемлекеттік балалар үйінде жағдай жоқ деп, ол балаларды шет мемлекеттерге сатып пайда көріп отыр. Бір жағынан бұл балаларға жақсы жағдай жасау деп білетін болсақ, екінші бір жағынан сол балалар ертең өскеннен кейін бізді осы мәселе бойынша сіздерге сұрақ қойса, сіздер қалай жауап берер едіңіздер? Бізді азамат тумай жатып, азаматтық құқықтарымызды қорғағаны ма? Жоқ әлде біздің дәрменсіз күйімізді пайдаланып қорғағаны ма деп сіздерге сұрақ қойса, сіздер қалай жауап берер едіңіздер? Қандай пікірде боласыздар? Міне, осы мәселені ойланып, толғанып, бір арнаға саралап келгенше, сіздердің алдарыңызға 3 заңгер, 15 тобының студенттері осы мәселені қалай саралайтынын білгіміз келеді. Сонымен шет мемлекеттерге кәмелет жасқа толмаған балаларды пайда көру мақсатпен сату және сыйақы алу мәселесі. Алдарыңызға 3 заңгер, 15 тобының шақырып тыңдағымыз келеді. Орындарыңыздан тұрыңыздар.
үйінің директоры Жолдыбаева Жансия Ерболатқызы мен Жанабаева Сәнімай Бейсенованың үстінен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 135 бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші тармағы және 1-ші, 3-ші, 5-ші тармақшасы бойынша қозғалатын қылмыстық істі қарамақшымыз. Бұл қылмыстық істі қарауға мемлекеттік айыптаушы ретінде Жаңаөзен қаласының прокуроры Әлде кеңесшісі 2-ші сыныпты заңгер Абдулаева Диана Абдулаевна және айыпкерлердің қорғаушылар ретінде Нұржыбаев Данияр Викторович, Нұрлаш Күлмира Мырзабекқызы. Жәбірленушінің құқығын мемлекеттік айыптаушы Абдулаева Диана Абдулаевна қорғағандықтан айыпкерлер Жолдыбаева Жансия Ерболатқызы мен Жанабаева Сәнімай Бейсеновна сіздердің тараптарыңыздан сот құрамына, прокурорға, адвокаттарға, наразылық бар ма? Жоқ. Айыпкерлер тарапынан қылмыстық істі қарауға тиісті сот құрамына наразылық болмағандықтан сот тергеуін бастаймыз. Сот залынан Жолдыбаева Жансия Ерболатқызы мен Жанабаева Сәнімай Бейсенованың шыға тұруын өтінеміз. Сот отырысының қатысты Шуақ Барысты сот процесіне қатысты барлық тұлғалар шақырылды ма? Иә, сот процесіне қатысты барлық тұлғалар тек шақырылды. Барлық тұлғалар осындай жерде жауап беруге дайын. Рахмет. Онда ашық сот процесі ашылды деп жариялап, сот тергеуіне көшеміз. Сот тергеуін бастау үшін сөзді айыптаушы Абдулаева ханымға береміз. 2017 жылдың 15 қазан айында Жаңаөзен балалар үйінің директоры Жанабаева Сәнімай Бейсеновна және Жолдыбаева Жансия Ерболатқызымен алдын ала сөз байланысып, балалар үйінің тәрбиеленушісі 2016 жылғы азамат Жанаев Нұрланды шетелге сату үшін өз пайдасына заңсыз түрде мәміле жасаған. Яғни 2016 жылғы Жанаев Нұрланды Американың азаматы Джон Смитке беру үшін 15.000 ақш долларын алу үстінде қолға түскен. Бұл Жолдыбаева мен Жанабаеваның әрекеттері Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 135 бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші тармақшасы және де 1-ші, 5-ші тармақшасымен сәйкес келеді. Яғни жас бүлдіршіндерді саудаға сату үшін заңсыз түрде мәміле жасаған. Жанабаеваның тарапынан бұрын орындалмағандықтан, бірақ әрекеттердің айғақтардың жоқтығынан бұл сотты Жанабаева және азаматша Жолдыбаева Жансияға және өзіне қатысты кінәларын толықтай мойындады. Мемлекеттік айыптаушының қылмыстық іс жөнінде жасаған пайымдауына сәйкес жауап беру үшін Жолдыбаева Жансия Ерболатқызын шақырамыз. Толықтай аты жөніңіз, мекен жайыңыз, мамандығыңыз? Жолдыбаева Жансия Ерболатқызы, Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында дүниеге келдім. Қазір 4-ші ықшам ауданында орналасқан 4-ші үйдің 45-ші пәтерде тұрамын. Лауазымым Жаңаөзен қаласында 1-ші ықшам ауданында орналасқан балалар үйінің директоры. Жолдыбаева Жансия, сізді айыпкер ретінде Қазақстан Республикасының қылмыстық іс кодексінің 69 бабына сәйкес құқықтарыңыз мен міндеттеріңіз бар. Өзіңіз не үшін айыпталғаныңызды және айыпталушы ретінде қаулының көшірмесін алуға, өзіңізге танылған айып бойынша түсініктермен айлақ беруден бас тартуға және өз ана тіліңізде немесе басқа білген тіліңізде айлақ беруге, қорғаушыңыз болуға, соттың, прокурордың іс-әрекеті мен шешіміне шағым жасауға сізге осы құқықтарыңыз мен міндеттеріңіз түсінікті ме? Түсінікті. Айыпкер Жолдыбаева, сіз өзіңізді айыптымын деп санайсыз ба? Жоқ, санамаймын. Не себепті айыптымын деп санамайсыз? Әлде айыптаушының айыбын жалған жылар деп білесіз ба? Мен мемлекеттің айыптаушы тағылған айыптың ішінара ғана келісемін. Себебінде балаларды шетелге сату деген ниетім болған жоқ. Олай етуіме себеп болған балалар үйіндегі жетіспеушілік. Мемлекет тарапынан бөлінетін қаржы балаларға жете бермейді. Тіпті оларға бөлінетін қаржы бір данадан ғана келеді. Жарайды, бұл дәлелді пікір деп есептеймін. Бірақ осы туралы басшылардан неге көмек сұрап көрмедіңіз? Басшылар біздің жағдайымызды біледі және қолдарынан келгенше көмектесуде. Бірақ олардың берген көмектері бізге ашылық етеді. Себебі күн сайын тастанды балалардың өсуінде деп есептеймін. Өз ұжымыңыз тарапынан осы тығырықтан шығудың жолын қарастырдыңыз ба? Әлде мемлекет не береді деп қол жайып отыра бердіңіз ба?
әрине ұжым мүшелері демеушілік іздеуден басқа қолдарынан не келеді. Бізде өсіп жатқан, тәрбиеленіп жатқан балалардың жасы 3-ге толмағандықтан интернат балалар сияқты жер алып көкөніс егетін бізде шамамыз жоқ. Ол үшін техника жанармай қажет емес пе? Сонда сіздің әрекетіңіз балалар үйіне жасалған көмек деп санайсыз ба? Әрине, егер біз 1-2 баланы шетелге тәрбиелеуге берсек, олардың болашақта жарқын болады деп ойлаймын. Айыпкер Жолдыбаева, сіз құқық қорғау органдарының қызметкерлері шетел азаматы Джон Смитпен мәміле жасасып, сол үшін одан сыйақы алып жатқан жеріңізден ұсталдыңыз. Бұл әрекетіңіз қалай түсінуге болады? Мен одан ешқандай сыйақы алған жоқпын. Құзыретіңізге құлдық судья. Жолдыбаева, сіз ешқандай сыйақы алған жоқпын деп отырсыз. Ал егер де дәлелдеме ретінде сізге бейнематериал Олай болуы мүмкін емес. Менің кінәмді дәлелдейтін сіздерде ешқандай айғақты затта және куәда жоқ. Мен өзіме сенімдімін. Мемлекеттік айыптаушы ретінде сіздің өтінішіңіз қабылданды. Айыпкер Жолдыбаеваның адвокаты Нұржубаев мырза, сіз қарсы емессіз бе? Ешқандай қарсылығым жоқ. Бейнематериал көрсетілсін. Сізге бала асырап алу үшін мына құжаттарды алып келуіңіз керек. Уақыт мазетпен қайта тәрбиелеумен болған. Оған ақшаны тездетуге болады. Бұл құжаттарды іздеу үшін қомақты қаражат керек. Осы құжаттарды айтсын, келесі келген апардан қазір жартысын Келесі келгенімізде қалған ақшаны алып келсеңіз, баланы асырап алып келуге сот процесіне қатысушылар осы тұрғыдан шығу үшін Жолдыбаеваның әрекетін қалай ғана кінәлі емес деп айтуға болады? Бұл сұраққа жауап беруден бас тартамын. Қылмыстық іс жүргізу процесінің 60 бабының 2 тармағына сәйкес Жолдыбаева ханымның бұл сұраққа жауап беруден бас тартуына құқылы екендігін ескертемін. Олай болса, мәне жасалмаса, бұрын 10 мың ақш долларын алғанын қалай ғана түсіндірмексіз? Мен бұл қаржыға балалар үйіне асханасына 2 пен электр пешін алып және 2 түрлі түсті телевизор, 10 кілем және 100 метр перде алдым. Сонда осының бәрін алу үшін 10 мың ақш доллары кетті ма? Сіз бұл жауапты бұрында бергенсіз. Қаржы инспекторлар бұл барлық қаражатты тексеріп, құжаттардың барын түгелімен қарап шықты. Сіз мәлім болғандай, 2017 жылы 25 қазанда сағат 18:00 шамасында Сулпак дүкенінде сіз чек азыртып және де электропеш мен духовканы қаладан алғансыз. Және осы ақшаға балалар үйінен есеп шотына аударғансыз. 2 телевизорды өз қаржыма алдым. Қалған 200 мың долларды Жанабаева Сәнімайға бердім. Ал қалған қаржытты өз қажетіме жұмсадым. 15 мың доллар беруді соны балалар үйіне жаратамын деп ойладым. Сонымен айыпкер Жолдыбаева, Америка елінің азаматы Джон Смиттен азамат Жанаевты беремін деп 10 мың ақш долларын алғаныңызды мойындайсыз ба? Мойындаймын, бірақ мен бұл қаржытты өз қажетіме жұмсайын деген ой болған жоқ. Айыптаушы Яна, сізде сұрақ бар ма? Айтыңызшы, сіз Джон Смитпен сол күні сол уақытта таныс бердіңіз, әлде одан бұрын таныс бердіңіз? Жоқ, мен ол адам танымайтынмын. Ол адаммен мені азаматша Жанабаева Сәнімай таныстырды. Сәнімай екеуміз бұрыннан таныспыз және бір ауылда өскенбіз. Сәнімай Жаңаөзен қаласында Темірқазық қонақ үйінде администратор болып жұмыс істейтінін айтты және іс-сапармен оған Джон Смит келген екен. Джон Смит өзінің баласы жоқ екендігін және келесі іс-сапарында балалар үйінің басшысымен кездесіп, бала асырап алғысы келетінін айтқан. Сосын маған шілде айында мені Жанабаева Сәнімай жұмыс орнына іздеп келіп Джон Смиттің жағдайын айтты.
мемлекеттік органдардың араласуынсыз бала асырап алуға көмектессек, ол да бізге қомақты қаражат беретінін айтты. Мен сол кезде ақшаның тарылып жүрген едім. Джон Смиттің берген ақшасына балалар үйіне зарплат алсам, ештеңе етпес деп ойладым. Сосын қазан айында Джон Смитті мені жұмыс орнына іздеп алып келді. Сол кезде үшеуміз отырып ақылдасқан болатынбыз бала асырап алу туралы. Прокурор Диана, айыпталушыға сұрағыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Адвокат Нұрлаш, сұрағыңыз бар ма? Иә, бар. Айыпкер Жолдыбаева, сіз Жанабаева ханыммен бала сату туралы айтқанда бірден келістіңіз ба? Сәнімай баланың болашағын ойлау туралы айтқан кезде, осындай ұсыныс үнемі бола бермейтін боласын келсін. Джон Смит мырза, сізге ақша бергенде неге бірден Жанабаева ханыммен бөліспедіңіз? Балалар үйіне керек жарақтар алып болғаннан кейін есеп айырсамыз деп ойладым. Суде, басқа сұрағыңыз жоқ. Рахмет. Адвокат Нұржабаев, сіздің Жолдыбаеваға қоятын сұрағыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Сұрақ жоқ болса, Жолдыбаева айыпталушы орнына келіп отырсын. Сот залына жауап беру үшін екінші айыпталушы Жанабаева Сәнімай Бисімованы шақырамыз. Толығымен аты-жөніңіз, мекен-жайыңыз, лауазымыңыз. Мен Жанабаева Сәнімай Бисімовна, Жаңаөзен қаласында дүниеге келдім. Жаңаөзен қаласында арайда 295-үйде тұрамын. Мамандығым Жаңаөзен қаласының темір баспананың администраторы болып жұмыс жасаймын. Жолдыбаева Жансайдың қай кезден бастап танисыз? Жалпы осы Джон Смитті алып келген кезіңізде осыны астарды естеңіз бе? Жанабаева Сәнімай, өзіңіз не үшін айыпталғаныңызды білуге және айыпталушы ретінде қаулының көшірмесін алуға, өзіңізге тағылған айыпты бас тартқан және түсініктермен айғақ беруден бас тартуға, немесе ана тіліңізді өзгертуде айғақ беруге, қорғаушыңыз болуға, соттың, прокурордың іс-әрекетінің шешіміне шағым жасауға, сізге өз құқықтарыңыз, міндеттеріңіз таныс ба? Түсініктелеңіз. Айыпкер Жанабаева, сіз өзіңізге тағылған айып бойынша өзіңізді кінәлі деп есептейсіз ба? Жоқ, кінәлі деп есептеймін. Себебі мен ешқандай қылмыс жасаған жоқпын. Мен тек баланың жақсы өсуіне, жетілуіне көмек көрсеттім деп ойлаймын. Егер баланың жақсы білім алу үшін көмектескен болса, неге қылмыстық жауаптылыққа тартылуым керек? Ал сіздің пікіріңіз бойынша баланың зат ретінде сату арқылы ғана жүзеге асырылады ма? Егер шын көмектескіңіз келсе, осы әрекетті неге жасырын ұйымдастырдыңыз? Мен баланы сату ниетім болған жоқ. Мен оны ізгі ниет деп ойлаймын. Себебі мен бірден екі адамға көмектестім деп ойлаймын. Біреуі ата-анасы жоқ бала болса, біреуі сәбиі жоқ отбасы емес пе? Егер де мемлекеттер органдары арқылы құжаттарды дайындайтын болса, оған көп уақыт кетер еді. Әрі баланың есін жиып, оларды ата-анасы ретінде қабылдамас еді. Ал сіздің сыйақы алғаныңызды қалай түсінуге болады? Ол әлде ізгі ниет па? Егер олай болса, неге қаражатты балалар үйіне жаратпай өз бас пайдаңызға жараттыңыз? Жолдыбаева Жансая ол қаражатты қайда жұмсағанын білмеймін. Өзім ол мекемеде жұмыс жасамаймын. Сол үшін өз қаражатымды өзіме жұмсадым. Сәнімайға сұрағыңыз бар ма? Иә, бар. Сәнімай ханым, сізге баланы сату туралы ой қашан келді, әлде бұрын сізді мәжбүрледі ма? Мені ешкім мәжбүрлеген жоқ. Мен Джон Смитпен танысқан кезінде олар мен жасайтын жұмыс мұнай үйге келген болатын. Ол маған балашылық жайлы айтқан болатын. Мен оған қатты жаным ашығаннан оған қалай көмектесемін деп ойладым. Содан кейін мен көшеде Жансая құрбымды көріп қалдым. Онымен сөйлесу барысында оның балалар үйінің директоры екенін айтқан болатын. Содан кейін мен онымен ойлана келе оған мен барып жұмыс жеріне іздеп барып оған Джон Смит жайлы айтқан болатын баласы. Баста ол маған келіскен емес, келіспеді. Кейін ойлана келе ол маған Джон Смитпен келісуге келісім берді. Қорғаушы Данияр, Жанабаеваға сұрағыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Нұрлаш Кемира, сұрағыңыз бар ма? Сұрақ қоймағандықтан айыпталушы орнына келіп отыруыңызды сұраймын.
Онда сот залына куә ретінде Америка елінің азаматшасы Джон Смитті шақырамыз. Азамат. Бұл кісіні қылмыстық жауаптылық туралы мәмілені екі ел арасындағы келісім болғандықтан Америка елінің өз елшілігіне бердік. Джон Смит мырза, толығымен аты жөніңіз, лауазымыңыз. Мен Джон Смит 18 ақпан 1986 жылы дүниеге келдім. Америка құрама штаттары Флорида штатында тұрамын. Мамандығым өзен-мұнай-газ корпорациясында бас инженер. Джон Смит мырза, сіз куә ретінде шақырылып отырғандықтан сізді өз құқықтарыңыз бен міндеттеріңізбен таныстыра өтейін. Қылмыстық жазаланатын әрекет үшін өзіңізге, жұбайыңызға немесе жақын туысқандарыңызға ілінген түсуіне әкеп соқтыратын айғақ беруден бас тартуға, ана тіліңізде немесе өзіңіз білетін тілде айғақ беруге, аудармашының керегін көмегін алуға, тергеушінің, прокурордың, соттың іс әрекетіне шағым жасауға, іс бойынша өзіңізге белгілі жайларды хабарлауға және қойылған сұрақтарға жауап беруге, тәртіп сақтауға міндеттісіз. Сізге өз құқықтарыңыз, міндеттеріңіз түсінікті ме? Иә, түсінікті. Сіз азаматша Жолдыбаева мен азаматша Жанабаевамен қандай жағдайда қай уақытта таныстыңыз? Мен ол кісіні бұрын білмейтінмін. Жаңаөзен қаласына өзен-мұнай-газ компаниясына жұмыс іс-сапар бойынша келген кезімде Темірғазы қонақ үйінің бас администраторы Жанабай Сәнімайға өзім баламның жоқ екен және бала асырап алғым келетіндігін айтқан болатынмын. Бірақ мен ол кісіден ешқандай көмек сұраған жоқпын. Және қазан айында тағы келген кезімде Сәнімай ханым маған бала ала алатынымды айтты. Және де мен ол кезде Сәнімай ханымнан көмек сұрадым. Сәнімай ханым мені балалар үйінің директоры Жолдыбаева ханыммен таныстырды. Жолдыбаева ханым бәрі сөйлескенде бәріне хабардар екендігін айтып, және маған көмектесуге дайын екенін айтқан болатын. Және де қажетті құжаттарды дайындау үшін маған қомақты қаражат керектігін айтқан болатын. Және де мен сумкамнан 10.000 ақш долларын беріп, және қалған ақшаны кейін баланы алып кетуге келетін кезінде алып келетінін айтқан болатын. Сізден Жолдыбаева ханым басқа құжаттар талап еткен жоқ па? Иә, басқа құжаттардың тізімін берді, бірақ та мен ол құжаттардың бәрін баланы алып кетуге келген кезінде беретінін айтқан болатын. Баланы әйеліңізге көрсетпей алып кетуге бердіңіз? Жоқ, әйелім бұның бәрін білетін. Оған соғып айттым. Және де желтоқсан айында келетін болып келіскен болатынбыз. Және желтоқсан айында келіп көрді әйеліме, бала қатты ұнаған болатын. Смит мырза, сіз көзі ашық болған адамсыз. Неліктен бұл істі заң ешбір арқылы заңдастырып алмадыңыз? Мен бұндай жағдай басқа мемлекеттен бала асырап алайын деген ойым болды. Және асырап алмақшы болған кезімде мен құжаттарды тез дайындап болмаған жағдайда басқа адам сол баланы алып кетті. Және де сондай жағдай қайталанбас үшін мен заңсыз түрде тәуекелге бел буған едім. Прокурор, сізде сұрағыңыз бар ма? Иә, бар. Ал мен қазір сіз осы заңсыз жасаған әрекетіңіз үшін жауаптысыз. Ал сол ниетіңізден сіз қайттыңыз ба? Иә, қайтуға тура келді. Бұл туралы менің өз мемлекетімді хабардар етті. Және де менің енді бала асырауға құқым жоқ. Және де жауаптылыққа тартыладым. Мен істеген ісіме қатты өкінемін. Қорғаушы Данияр мырза, сізде сұрағыңыз бар ма? Қояр сұрағым жоқ. Нұраш Гүлмира, сұрағыңыз бар ма? Қояр сұрағым. Мемлекеттік айыптаушы тарапынан адвокаттар тарапынан сұратылмағандықтан Джон Смит мырза алдыңғы қатарға отыруыңызды сұраймын. Онда сот залына жауап беру үшін Америка елінің азаматшасы Лора Смит ханымды шақырамыз. Лора Смит ханым қазақ тілін білмегендіктен аудармашының көмегі қажет болады. Аудармашы ретінде Туалиева Айдынара Елдердіқызы. Лора Смит ханым, сіз бұнда куә ретінде шақырылып отырсыз. Сізді өз құқықтарыңыз, міндеттеріңізбен таныстыра өтейін. Қылмыстық жазаланатын әрекет үшін өзіңізге, жұбайыңызға, жақын туыстарыңызға әкеп соқтыратын айғақ беруден бас тартуға, ана тіліңізде немесе өзге тілде айғақ беруге, аудармашының көмегін тегін алуға, прокурордың, тергеушінің, соттың іс әрекетіне шағым жасауға, іс бойынша өзіңізге белгілі және мән-жайларды хабарлауға, қойылған сұрақтарға жауап беруге, тәртіпті сақтауға міндеттісіз. Сізге өз құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз түсінікті ме?
арасында қарағандықтан Америка елінің өз елшілігіне берді. Сіз Азаматша Жаңабаева мен Азаматша Жолдыбаевамен қалай таныстыңыз? Мисс Лора Смит, мен кредитил, мисс Жолдыбаева, мисс Жаңабаева. Yes, I date came the years in my 70 in the city Janazin. I am the someday the 6 director in Janabaiva and father in Mrs. Sholdabaiva. The hotel is Janazin. 2018 жылы 2017 жылдың желтоқсан айының 8 жұлдызында Жаңаөзен қаласына келдік. Сол күні менің жолдасым мені балалар үйіне алып барып, қонақ үйдің директоры Жолдыбаева ханыммен таныстырды. Мен олардың әңгімелеріне араласқан жоқпын, олар не туралы айтқанын білмеймін. Мүмкін бұған себеп болған, оған баланың қатты ұнағаны болар. Ал Джон Смит пен Жолдыбаева ханым қонақ үйде танысты. Жолдасыңыз сізге баланы заңсыз алатын жайында айтты ма? Айтса сіздің ойыңыз қандай болар еді? Yes, I quickly noted about me. Papers and the documents of the children of immediately thought got the time. I didn't think it was illegal. Illegal acting at the moment where the rules is police fault of children. Жоқ, олар не туралы айтқанын білмеймін, әрі олар баланы бірге алып кетеміз деді. Заңсыз әрекеттер жасайды деп ойлаған жоқпын. Мен баланы алар сәтте, қол қояр сәтте полиция қызметкерлері келгенде заңсыз әрекет екенін түсіндім. Прокурор, сұрағыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Адвокат Нұржубаев, сұрағыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Адвокат Нұржубаев, сұрағыңыз бар ма? Сұрағым жоқ. Айыптаушылардан сұрақ болмағандықтан алдағы қатарға барып отыруларыңызды сұраймын. Сұрақтарыңыз жоқ болса, сот тергеуі осымен аяқталды. Адвокаттардан тергеуге тиісті айғақ заттарының дәлелдеріңіз бар болса, беруіңізді сұраймын. Қосымша материалдар жоқ. Ендеше сот жарыс сөзіне көшеміз. Бірінші болып мемлекеттік айыптаушы Абдулаева Диана Абдулаева ханымға беріледі. Қазақстан Республикасының Конституциясының 27 бабында көрсетілген неке мен отбасы, әке мен бала туралы құқықтар, бала мен отбасы туралы құқықтарында жазылған 1989 жылы 20 қарашада қабылданған балалардың құқықтарын қорғау туралы конвенциясында жазылған. Бұл осы сотта қозғалып отырған мәселе өте өзекті мәселе емес пе? Бала сату деген не масқара? Бұл баланы неге мемлекеттік жолмен алмасқан? Бұл баланы мүмкін дене мүшелерін, яғни органдарын сату үшін алып жатқан шығар. Мен осы айыпталушы ретінде осы айыпкерлер Жолдыбаева мен Жаңабаеваның әрекеттерін осы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 1-ші, 2-ші, 3-ші және де 1-ші, 5-ші тармақшасында сараланған. Яғни бұл баланы заңсыз түрде мәміле жасап өткізу және де өз қажетіне пайда көру. Осы Жолдыбаева Жансаяны осы қылмыстық кодекстің 135-ші бабына сәйкес бас бостандығынан 7 жылға және мүлкін тәркілеуге, Жаңабаева Сәлімайды бас бостандығынан 5 жылға айыруға және де оның да мүлкін тәркілеуге, мүлкін тәркілеу яғни бас бостандығынан айыруыңызды сұраймын. Рахмет. Сөз кезегі Жолдыбаева ханымның адвокаты Нұржубаев Хенсаға беріледі. Жолдыбаева ханымның әрекетіме заң тұрғысынан дұрыс емес деп бағалаймын. Мемлекеттік айыптаушымен ішінара келісемін. Бірақ барлығымыз осы жерде сол әрекет не себепті басталғанын көз жүгіртіп көрейікші. Шын, қазір шын жетімдер мен тастанды жетімдердің көп екендігін білеміз. Көп екендігін білеміз. Оларға бірден жағдай жасалмайтындығын да білеміз. Бірақ сол балаларды күнде көріп, күнде қасында болмағандықта жұмыс істемегендіктен олай істеу керек еді, бұлай істеу керек еді деп айту оңай. Себебі бірақ өздеріңіз сол балалар үйінде болып көрдіңіздер ме? Әрине жоқ. Бұрын соңды менде болып көрмеген
бірақ осы жерге барысында баруыма тура келді. Ондағы көріністі сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сол балалар сол балалар бейтаныс адамдарға мынау менің анам емес пе екен, мынау менің әкем емес пе екен деген үмітпен қарайды екен. Әлде мені алып кетуге келді ме екен? Олар ол балалардың көзіне қарап, жақсы жасалған жағдайдан көрі ата-анаға деген ыстық махаббаты және аялы алақандығы екенін білеміз. Ал сол балалардың қамын ойлап жүрген Жолдыбаева ханымның әрекетін ата-ананың балаға деген махаббатын сыйласам деген әрекетін қылмыс пе екен? Егер де оны қылмыс деп танысаңыздар, сол балалардың тағдырын тәркілеген ата-аналардың неге қылмыстық жауапкершілікке тартпасқа? Неге мемлекет сол кезде шарасыздық танытты? Неге сол ата-аналарда балаға деген керекті қаражаттарын талап етпеске? Неге мемлекет осы мәселені де ескеруіңізді сұраймын. Және де сол балалар тастап кеткен қатыгез ата-аналарға ашулы сезіммен қараймыз да қылмыстық жауапкершілікке тартпаймыз. Ал сол балаларды күтіп, олардың болашағын ойлап жүрген Жолдыбаева ханымға конституциялық ізгілік қағидасын неге пайдаланбасқа? Қазақта бір сөз бар: адам болып келу оңай, адам болып қалу қиын. Яғни осы сот отырысында тек сол адамның адамгершілік қасиетінің сынға түсер кезі. Жолдыбаева ханымның ғана тағдыры емес, оның қанаты қатаймаған бес баласы тағдыры да шешілмек. Отбасының тірегі асыраушысы болып жүрген Жолдыбаева ханым, егер де сіз оны бас бостандығынан айырсаңыз, оның 5 баласының тағдырына сіздер баса назар аударуыңызды сұраймын. Сөзімді түйіндей келе, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 135 бабының 1 және 2, 3 тармағы 1 және 5 тармақшасы бойынша дұрыс саралауыңызды айта келіп, Жолдыбаева ханымның өз қатесін толықтай мойындап, келтірілген залалды өтейтіндігі туралы берген уәдесін ескеріп, және қылмысты бірінші рет жасап тұрғаны мектеп жасында 5 баласы бар екендігін және балалардың әкесі еш жерде жұмыс істемейтіндігін ескеріп, Жолдыбаева ханымды бас бостандығынан айырмай, тек жұмыс орнынан босатып, мүлкін тәркілесеңіз деген ұсыныс. Жаңабаева ханымның адвокаты Нұрлаш Гүлмира ханымға берілген сөз. Менің қорғауымдағы азаматша Жанабаеваның әрекеті тек ізгілікпен жасалған. Ата-анасы жоқ балаларға ата-ана мейірімін және отбасында баласы жоқ отбасыға бала асырап алуға көмектескендігі. Азаматша Джон Смиттен азаматша Жанабаева және азаматша Жолдыбаева ешқандай сияқты талап етпеген. Бұл жерде Джон Смит мырза көмек көрсеткендігінен ризашылық сезімі болғандықтан екі азаматшаға белгілі бір мөлшерде қаржы ұсынған. Яғни бұны сый деп түсіну керек. Егер де мемлекет осы жайтта қылмыс деп танитын болса, неге тастанда балаларға өздері көмектеспеске? Және менің қорғауымдағы азаматша Жанабаеваның әрекеті қылмыс емес, әкімшілік жауаптылыққа тартуыңызды сұраймын. Жарыссөз осымен аяқталды. Ендігі кезекті соңғы сөзін айтушы, айыпталушылар сіздерге береміз. Айыпкер Жолдыбаева, сіздің соңғы сөзіңіз. Мәртебелі сот мемлекеттік айыптаушы және сот отырысына қатысушылар. Мен бұл күнәмді мойындаймын, және де бұл іске заңды білмегендіктен жауаптылықтан босатпайды. Осында да сіздерге айтамын, мені айыптамауыңызды сұраймын. Маған моральдық тұрғыдан балалардың әсер еткен соншалықты бұндай әрекетке қалай барғанымды білмей қалдым. Сонда да сіздерге айтарым, менің бас бостандығынан айырмауыңызды сұраймын. Мен бұл өз күнәмді еңбегімен өтеймін. Айыпкер Жанабаева, сіздің соңғы сөзіңіз.
себебі сот, себебі мемлекет айыптаушы және де сот қатысушылары. Мен өз кінәмді толықтай мойындаймын. Және де маған қандай жаза қолдасаңыз да мен бас бостандығынан айырмауыңызды сұраймын. Менің 3 балам бар. Оларды егер мен бас бостандығынан айырсам, қандай болмақ? Осымен басты сот тергеуі аяқталды. Орындарыңыздан тұрыңыздар. Сот үкім шығарушы кеңестің бөлмесіне барады. Сот қандай үкім шығарады деп ойлайсыздар? Қандай пікір айтасыздар? Қазір сот келіп үкім шығарып болғаннан кейін сіздер Конституция, қылмыстық кодексті, қылмыстық іс жүргізу кодекстегі баптарды саралай келе қандай пікір айтар едіңіздер? Сіздер соттың орнында болсаңыздар қандай үкім шығарар едіңіздер? Сол мәселені қазір ортаға шығып айтарсыздар. Соттың үкімін тыңдап болған соң. Орындарыңыздан тұрыңыздар. Қазақстан Республикасының атымен үкім. Жаңаөзен қаласы 27.02.2018 жылы сот құрамы судья Елеусинова Гүлжахан Махмудқызы, мемлекеттік айыптаушы Абдулаева Диана Абдулаевна, сот хатшысы Шуақоварысты Булатқызы, адвокаттар Нұрлаш Күлмира Мырзабекқызы, Нұржубаев Данияр Викторұлының қатысуымен Жаңаөзен қаласы ашық сот отырысында айыпкер Жолдыбаева Жансия Ерболатқызы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 135 бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші тармағы 1-ші және 5-ші тармақшасы бойынша қылмыстық істі қарап отырып анықталды. Баланы алдын ала сөз байласып, Америка елінің азаматы Джон Смит мырзаға беру мақсатында мәміле жасап, 15.000 ақш долларын алу үстінде қолға түскен. Алдын ала тергеу барысында Жолдыбаева Джон Смиттен 25.000 ақш долларын талап еткен. 10.000 ақш долларын күні бұрын алған. 15.000 долларын бала беру күнін алатын болып келіскен. Азаматша Жолдыбаева мен Жанабаеваның әрекеттері 135 бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші тармағы 1-ші және 5-ші тармақшасына сәйкес келеді. Яғни осы тұлғалар Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілген жеке тұлғаның құқықтарын өз бас пайдасына қамту мақсатында өрескел бұзып, кәмелетке толмаған сәбиді Жанаев Нұрланды тауар көзіне айналдырып отыр. Жаза тағайындау кезінде сот жеңілдетілген мән-жайларды ескере отырып, олардың бұрын сотты болмағандығы, қызмет бойынша мінсіз жұмыс атқарғандығы, шын көңілмен өкінеттерін және зардаптың орнын толтыруға уәде бергендіктерін ескере отырып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 56-ші бабы 1-ші тармағы, Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 368-389-ші баптарын басшылыққа ала отырып үкім етті. Айыпкер Жолдыбаева Қазақстан Республикасының 135-ші бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші тармағы 1 және 5-ші тармақшасы бойынша кінәлі деп танып, қызмет бабын пайдаланып, кәмелетке толмаған баланы сатуды ұйымдастырған үшін 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасын жалпы тәртіптік колонияда өткізуге және мүлкін тәркілеуге, айыпкер Жанабаеваны Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 135-ші бабының 1-ші, 2-ші, 3-ші тармағы 1-ші және 5-ші тармақшасы бойынша кінәлі деп танып, сәбиді сатуға қатысқаны үшін 3 жыл бас бостандығынан айыру жазасын жалпы тәртіптік колониясында өтеуге, мүлкін тәркілеуге, мемлекеттік айыптаушының талаптарын қанағаттандырып жүргізілген сот сараптамасының шығынын, яғни 1212 теңгені Жолдыбаеваның есебінен өндіру. Айыпкерлер Жолдыбаева мен Жанабаеваның жазасын өтеу үшін сот залынан қамауға алынсын. Үкімге наразылық таныту үшін 10 тәулік ішінде Жаңаөзен сотында білдіруге болады. Үкімнің көшірмелері айыпкерлерге тергеу изоляторларының әкімшілігі арқылы ертеңгі сағат 10:00-де табыс етіледі. Сонымен сот аяқталды.